Айнатқа звондап мен айтайын. Алло? Аянат? Аянат, мен полкіме ақша қоям, соның 1000 теңгесін ал да. Бәр ақшаны алма, тек 1000 теңгесін алып, өзіңе қалаған нәрсені алып жей сал, обед істемедім. Жақсы ма? Тек 1000 теңгесін ал. Ага, давай. Сәлем достар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Достар, менің бет келбетіме қарап мән бермеңіздер. Бүгін біз сіздер көргендеріңіздей осы біздің видеомыздың названиясында біз 1000 теңгеге өмір сүремін. Сөйлегенмен мән бермеңіздер. Сіздерге түсінікті болып жатыр ма білмеймін, конечно. Комментарийға жазып кетіңіздер. Маған осындай пластинка қойдырды, поэтому сөйлеу кішкене неудобно болады. Мен қазір киімді ауыстырып келемін, потому что мен қазір далаға шығып, далада 1000 теңгеге өмір сүретін боламын. Ендеше кеттік. 1, 2. Достар, у меня вот такой вот лук. У меня үстімде джинсы бар, потом футболка бар. Шашымды осылай жинап алдым, проборым мен осындай қалып. Не знаю, бәрібір. Мен осылай 24 сағат өмір сүріп көретін боламын далада. И 1000 теңгеге. Бұл мен үшін өте қиын челлендж болайын деп тұр. Потому что даже если мен бір күнге выживать ететін болсам, то минимум 5000 теңге болады. Біз қазір минимальный суммаға выживать етіп көреміз. Так что бұл бізге қиын болады, ал сіздерге интересно болады. Сол үшін, достар, мені поддержать ету үшін лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Достар, мен үшін бұл челлендж особенно қиын болайын деп тұр. Себебі менде пластинка бар, и маған тек қана сұйық зат жеу керек. Поэтому тамақтан выбір өте аз. Мен далаға шықтым. Енді давайте бірінші супермаркетке барып келейік. Достар, мен не алатынын білмей жатырмын. Обычно мен осындай видеоларда, если пластинка болмағанда, мен, например, шоколад алсатын едім, бірақ маған бұл да болмайды. Ой, не алсам болады? Агуш алған десем, кішкене бекімей сияқты болып қалам ба. Егер сіздер менің орында кездесеңіздер, не алатыныңыздар комментарийға жазып кетіңіздер. Мен осындай йогурт алдым. Енді қазір, наверное, банан аламын. Мен не знаю, не алатынымды точно білмеймін. Так как біздің бюджетіміз аз болғандықтан, мен осындай 2 йогурт алдым, қазір банан аламын. Достар, мен супермаркеттен тек қана 2 зат алдым. Йогурт және банан. Мен тағы широк алғым келіп, бірақ ол бұл жақта жоқ. И то қатты, поэтому мен специальный кондитерскийге барам. Бірақ широк емес, картошка алғым. Достар, мен всегда брекетті бар адамдарға қызығады. Менің күшті ғой, зубыңды подробнее істет, мені де таққым келетін болса, то разыгрызды тағатын едім деп брекет бар. Мына пластинка деген шешіліп кіргізілетін зат қой. Мен брекетпен жүретін болса, мен вообще шыдамайтын шығармын. Потому что шешілетін пластинканың өзімен мен қиналып жүрмін. Ё-май. Бірақ маған бірінші пластинканы жағымды кеңейтіп, содан кейін брекет алады. Достар, мен сияқты ситуацияда қалмас үшін тістеріңізді береге етіңіздер, көп шайнаңыздар. Бірақ мен қазір бара жатқан жер менің үйімнен өте алыс, поэтому маған ұзақ жол жүру керек. Мен уже келіп қалдым, сіздерге уже келген кезін көрсетіп жатырмын. Егер оның ішінде қазір картошка болмаса, не істеймін мен. Может быть, келесі заведениесіне барам. Атын қалай айтылдым? Келесі филиал. Ура, достар, мен қуанышыма орай картошка табылды. Енді мен бірақ қай жерде едім осы тамақтардың бәрін? Давайте онда бір рандомный подъездге кіріп алып, соның үстіне жейміз. Достар, мен бірақ өзімнің ортодонтымнан сұраған жоқпын. Маған осындай картошканы жеуге бола ма или болмай ма деп. Қорқып жатырмын, мен негізі липкий заттар жеуге болмайды ғой, бірақ мен чат-GPT-ден сұраған кезде ол маған рұқсат берді, по идее. Мен оған сол мен бара жатқан атаған дедім. Пекарняның атын айттым.
Потом осы жақтағы картошка бар, мягкий ма, және оны маған пластинкамен бірге жеуге бола ма деп сұрадым. Ол маған по идее рұқсат берді. Артадан если бір бұл видеоны көріп тұрсаң, мені кешір. Мен рандомный подъездге кіріп алдым. Қазір ұшетін боламын. Вообще бір түрлі ғана подъезд ема. Что-то қорқып отырмын. Қазір бір жилец келіп маған ұрыспасын. Ал мен осы жақта отыратын болдым. Ең төбеңгі этажға көтерілуге қорықтым. Қосыңызшы, это у меня была лень. Давайте тамақтарымызды шығарамыз. Ой, міне. Мен көп жаталған сияқты едім, бірақ нормально сияқты. Ал енді достар, отыраңдар достар ұждала. Потемнело, сағат 8 болып отыр. Хотя мен 11-де шықтым. Таңертең шығып едім. Еще мен теңіз жағасында жүрдім. Мен барған пекарня біздің үйден өте алыс болған. Поэтому мен 17-ші микрорайоннан где-то бір бірінші микрорайонға дейін бардым. Потом таксимен қайттым қазір. Вот, случайно подъездге кірдім, 16-ші микрорайон ба сондай екен. Давайте. Ал достар, енді келіп тамаққа. Мен вишня вкусмен алдым, өте дәм сияқты. Потом осындай картошка и бір банан. Как будто бомж сияқты. Көп қоямыз. Қызы, не істеп отырсың сен? Мұнда кетесіз. Менің балам ұйықтап жатыр. Ал сен кет тез. Не болды? Не істеп отырады деймін мен? Сендер сияқтылар, менің баламды ұйықтатыр. Түнімен ұйықтамады менің балам. Не істеп отырсың? Кет нахуй. Жүрет. Біздің подъезде потом бәрімізді ұйықтатыр. Ал мен балам ұйықтамайды. Осы Достар, түсінбеген адамдарға айтайын. Мен жаңа тамағымды алып, тамағымды ішінде отырсам, бір апай келді маған айқайлайды. Сен не істеп біздің подъезді шулатып отырсың? Мен балам ұйықтап жатыр деп. Не істеймін енді достар? Комментарийға жазып кетіңдер енді. Мен пока что осы подъезде отыра тұрамын. Сендер комментарийға жазып кетіңдер. Мен қай жақта қонсам болады, Ақтауда қандай жерлерге жылы қонуға болады. Комментарийға жазып кетіңіздер. Ал мен пока что осы жақта күтіп тұрамын. Давайте достар, сіздердің поддержкаларыңызды күтемін.